Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін таңғы асқа арналған хачапуридің жасалу жолын ұсынамын. Жылдам дайындалады, бар болғаны 15 минутта дайын болады. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін таңғы асты сіздер жасап көріңіз. Осы видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Сонан соң сүт құямыз. Тұзды саламыз. Қантты саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналымда басқа да таңғы астардың жасалу жолдары бар, қарап көріңіздер. Електен өткізілген ұнның барлығын саламыз. Сонан соң қопсытқышты саламыз. Біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Жылдам дайындалатын болғандықтан жалқау хачапури деп те айтып жатады. Келесі кезекте ірімшікті үкіштен өткіземіз. Ірімшіктің сапалы түрін пайдалансаңыздар, одан әрі дәмді бола түседі. Моцарелла ірімшігін пайдаланып жатырмын. Сонан соң үкіштен өткізілген ірімшіктің барлығын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Алда бұйырса көптеген тағамдардың жасалу жолдарын салатын боламын. Енді табаны жай отта қыздырамыз. Аздап сұйық май немесе сары май жағамыз. Таба қызғаннан кейін қамырдың барлығын саламыз. Бетін тегістеп жібереміз. Қақпағын жабамыз. Жай отта 10 минут пісіреміз. Хачапуриді жай отта пісіреміз. Қатты отта пісіретін болсаңыздар, арасы шикі болып қалады. 10 минуттан кейін қақпағын ашамыз. Келесі бетіне ақырындап аударамыз. Силиконды лопаткамен аудардым. Қақпағын жабамыз, 5 минуттай пісіреміз. Бірінші жағына қарағанда екінші жағы тез піседі. Дайын болған таңғы асты әдемі ыдысымызға саламыз. Мінекей достар, өте дәмді, жылдам дайындалатын таңғы асымыз дайын. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Алғашқы рет жасағаннан сәтті шығады. Дастарханыңыздың сәнін ашатын, дәмі тіл үйіретін таңғы асты сіздер жасап көріңіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақшолпан.